Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен өте ерекше құрғақ табада дайындалатын пирожкидің рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға 2 жұмыртқа, айран, сүзбе, тұз барлығын салып, бір келке етіп араластырамыз. Үстінен енді ұнымызды саламыз, қопсытқыш, тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің тестамыз дайын, осындай қою болып шығады. Енді біз салмамызды дайындаймыз. Табамызға бір жуамызды салып, үстінен тартылған етімізді салып, дәміне қарай тұз бұрыш. Мінекей біздің салмамыз дайын. Енді құрғақ табамыздың ішіне тестамызды осылай салып, қасығымызбен үстінен жаңа домалақ форма қылып жасайтын боламыз. Қатты жұқа істемеңіздер. Мінекей осындай формада болу қажет. Енді біздің тестамыздың піскендігін астын осылай күрекшемен көтеріп тексеріп аламыз, жабысып қалмауы керек. Енді ішіне біздің салмамызды салып, біздің пирожкидің формасын шығарамыз. Осылай күрекшенің көмегімен көтеріп, үстінен қаттылап басыңыздар, жабысуы керек, ашылып кетпесін. Мінекей енді құрғақ табада қақпағы жабық күйде 2 минут көлемінде аударып пісіріп аламыз. Достар, біздің пирожкиларымыз дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі және де өте пайдалы. Ерекшелігі құрамында сүзбе болғандықтан асқазанға өте жеңіл болады. Достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де видео ұнаған болса лайк басып, пікір қалдырыңыздар, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода достар, біз сіздермен табада дайын болатын торттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде арнама жазылыңыздар, видеоны өткізіп алмау үшін.